Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ойламайтын жерден табылған адамдар туралы айтатын боламыз. Ал сіздер каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Құбырдағы жағдайлар. Қалтаға салынған кілтті таба алмай қоятын уақыттар бәрімізде болып тұрады. Ал келесі жағдай кілттің иесімен байланысты. Аризона өрт сөндірушілеріне 2016 жылдың қазан айында үйден шығып жатқан белгісіз дыбыс туралы хабарлама келеді. Көршілерді қорқытқан үйге келгенде, олар түтін шығатын құбырдан шыққан дауыс естиді. Құбырда қалып қойған адамды алып шығу үшін 3 адам керек болған. Мән-жайды анықтай келе, бұл үйдің иесі болып шыққан. Ол кілтін ұмытып кетіп, құбыр арқылы кіремін деп ойлаған. 2022 жылдың қаңтар айында Мэриленд штатының иелері түн ішінде қабырғадан шыққан дауыстар естиді. Олар полиция шақыртады. Офицерлер үйді қарап шыққан, бірақ ештеңе таппай кетіп қалған. Арада 1 сағат өткен соң белгісіз дауыс қайта пайда болады. Бұл жолы полицейлер түтін шығатын құбырдан қыстырылып қалған адамды табады. Адамды шығару үшін 24 өрт сөндіруші және 2 сағат уақыт кеткен. Ақыр соңында ол ұрлық жасамақ болып, бірақ құбырдың диаметрін есепке алмаған адам болып шыққан. Ал келесі табылған адамның күні сәтсіз болды деп айтуға аз болады. Норвегия өрт сөндірушілеріне 2016 жылдың тамыз айында қоғамдық дәретханада қыстырылып қалған адамды құтқару туралы хабарлама келеді. Оқиға орнына барған кезде бір қарағанда ешкім байқалмайтын болып көрінді. Бірақ та кабинаның біреуін ашқан сәтте унитаздан ұсталынып тұрған 2 қол көрінеді. Анықтай келе, бұл жігіт қолынан түсіріп алған телефонды аламын деп, өзі де артынан бірге құлаған екен. Қуанышқа орай, бұл құбыр канализацияға жалғанбаған болып шыққан. Бірақ та 1 сағат бойы мұнда жерде қыстырылып тұру бұл жігітке оңайға соқпаған. Үңгірдегі қыз. 2016 жылы ютубшы Джош және оның достары Вашингтонда орналасқан үңгірдің ұзындығын білмек болып ішіне кіреді. Тар үңгірдің ішімен жүріп келе жатып, жарықты тақаған сәтте таңқаларлық жағдайға тап болады. Қараңғы үңгірден кішкентай қыз табылады. 4,5 шақырымды құрайтын үңгірге бұл кішкентай қыз қалай тап болғанын ешкім білмейді. Джош және оның достары үңгірден шыққан сәтте, келесі бетте ата-анасымен жолықтырып, аман-есен отбасымен қауыштырады. Егер де түсірілім үшін бұл үңгірге кірмесе, кім біледі, бәлкім бұл қыз да із-түзсіз жоғалғандар қатарына кірер ме еді. Бірақ бұл оқиғаның соңы жақсы аяқталғанына біз де қуаныштымыз. Телепортшы қыз. 1950 жылдың мамыр айында Пенсильвания штатында Анна Торп атты қыз есік алдында ойнап отырады. Үйде жүрген анасы баласының айқайлаған дауысын естіп сыртқа шығады. Бірақ қызын таба алмайды. Жоғалғаннан кейін екінші күні 400 шақты адам іздеуге кіріседі. Бала табылды деген хабарды естігенде елде қуаныш та таңғалу да болды. Себебі кішкентай қыз жаздық даладан табылған. Бірақ бұл жерге жету үшін 3 шақырым жерді өтіп, кенді сымдардан асып түсу керек болған. Полицейлер Аннаны ұрлап әкетіп далаға тастап кетуі мүмкін деген болжамға келді. Бірақ денесінде ешқандай жарақат табылмаған және денсаулығы да жақсы күйде болған. Ал тергеушілер мұндай жерде тап болған қыздың жұмбағын әлі күнге дейін таба алмаған. Достар, бізбен бірге болып видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.